Немене болды? Екшек киімдер қайда? Өтіп кетті бұл. Сабақ басталып жүріп барыңдар таза алып келіңдер аяқтарыңды. Барыңдар, аяқтарыңды шекеңдер. Барыңдар сүрдіңдер әлдерге аяқтарыңды. Осы мен 11 жыл бойы дұрыс оқысам, осылай жүрмес едім. Егер дұрыс оқысақ, осылай ішіп шауып жүрмеуші еді. Я, сол кезде мұғалімдердің тілін алу керек еді. Жүр, шай ішейік. Осы школ қашан жылынады екен? Көктем болды, әлі жағыватырмыз. Бұрында мектепте оқып жүргенде, мұғалімдер оқы дегенде күліп отырушы едік, солай істемеу керек еді. Ой, Жанка, қалайсың? Қалай? Сол бұрынғыдай өзің қалайсың? Сол мал ғой, егінші, мал, жұмысқа барасың, әбетке келесің, жұмыс, мал, сол. Мен саған не келдім, қаз жудан, зарплатам пісінеді. Айзада екеуміз 11 жыл бойы бір сыныпта отырсақ та, бір қарыз бердім, екі қарыз бердім, үшінші рет енді бермеймін. И так-та кризис, ақша жоқ. Қайдағы кризис? Осында қашан кризис болып еді? Немене соншама бір рет бере алмайсың ба? Жарайды, басқа магазиндар толып жатыр. Кеттім, содан алам. Бар. Кете бер. Осы 11 жыл бойы жақсы сабақ оқып, бір прокурор, бір жерде прокурор болып отыру керек та, көрінгендермен ұрса берген үшін. Что там қайда, брат? Новостройка 12. 500. Жоқ, брат, менде 3 қана бар. Жарайды, отыр, кеттім. Жоқ, брат, қалың қалай? Жақсы, өзің қалайсың? Аман. Жоқ, қайда жұмыс істейсің? Мен бір нақты жұмысым жоқ, жазда демалам, қыста мектепте кочегармын. Өзінше. Мен сол таксист болып жүрдім. Кезінде сабақ оқымаған мектепте. Енді жүрмін қазір. Таксист болып. Ал мне жеттік Новостройка 12-ге. Брат, мен ақшамды үйде қалдырып қойдым. Мен кремді шығам, ақшамды алып шығам, жарай ма? Жарайды, олай болсын. Бір сағат күттім жоқ. Уже нешінші адам алдап кетті. Кезінде мектепте сабақ оқысам, осылай жүрмеуші едім таксист болып. Бір жақсы жерде жұмыс жасап, ақшам болып. Бұл видеоны біз әзіл ретінде түсірдік. Бірақ оның астында терең мән жатыр. Құрметті оқушылар, 11 жыл бойы білім берген мұғалімдеріңді сыйлап, құрметтеп аялаңдар. Құрметті ұстаздар, сіздерге Рахмет!